Сәлем достар, бүгін грушамен жасалатын француз пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Француз пирогтарын қалай жақсы көретінімді білсеңіздер ғой. Бұл да менің фавориттарымның бірі. Табаны үгітілмелі қамыр, франжипан кремі және де груша. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әр аптада шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен блендерда барлық құрғақ ингредиенттерді салқын сары маймен ұнтақтап аламын. Немесе сары майды үккіштен өткізіп, қолмен де ұнтақтауға болады. Рецепте көрсетілген ұнның 30 грамын цельнозерновая мукамен алмастырдым. Қант ұнтағы, тұз және салқын сары майды салып, жақсылап блендермен ұнтақтаймын. Ингредиенттердің нақты мөлшерін әдеттегідей видеоның төменгі жағынан таба аласыздар. Ыңғайлы ыдысқа барлығын салып, үстінен бір жұмыртқаны салып, араластырып қамыр илеймін. Үгітілмелі қамырмен жұмыс жасаудағы негізгі ережені ұмытпаймыз, яғни ұзақ илеп тұруға болмайды, тек бір-бірімен жабыса болғаны табанына жақсылап сары май жағылған формаға орналастырамын. Қамыр тегіс және бір келкі болсын десеңіз, бұрыштарын стаканның көмегімен тегістеп шықсаңыз болады. Енді дайын қамырды формасымен бірге жарты сағатқа тоңазытқышқа жіберемін. Келесі кезекте франжипан кремін дайындаймын. Ол үшін міндетті түрде барлық ингредиенттер бөлме температурасында болып тұруы қажет. Қант ұнтағы мен сары майды араластырып аламын. Келесі кезекте бадам ұны және ұн. Жұмыртқаларды салып, жақсылап араластырамын. Егер артық уақытыңыз болса, кремді жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоюға кеңес беремін. Немесе меніңкі сияқты уақытыңыз тығыз болса, бірден тоңазытқыштан қамырды алып, кремді сонда орналастырыңыз. Достар, мен франжипан кремін өте қатты жақсы көремін, сондықтан комментарияға төменде осы кремі бар десерттерді жазсаңыздар, міндетті түрде каналыма видео түсіріп салуға тырысамын. Жуылған таза грушаларды қабығына тазартамын, әрқайсысын екіге бөлемін, ортасындағы дәндерін алып тастаймын, және де бір жартысын майдалап турап, пышақтың бетіне салып, бір жағына қарай жатқызып, пирогтың бетіне орналастырамын. Бетіне миндальды турап, сеуіп шықтым. Оның орнына миндальный хлопья да қолдануға болады. Енді духовкаға 180 градусқа 45-50 минутқа жіберемін. Духовкадан аларда беті осылай аппетитный болып қызару қажет, және де қозғалтқанда кремі қатаю керек, яғни крем бұлқылдап тұрса, тағы да біраз ұстай тұрыңыздар. Бетін осылай қант ұнтағымен әсемдедім. Қыстың суық күндерінде үйіңізге жылы атмосфера сыйлау үшін осы пирогты міндетті түрде дайындап, отбасыңызбен шай ішіңіз. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналыма қолдау көрсету үшін лайк басыңыз, және де қыстың күні дайындайтын десерттеріңіздің атымен бөлісіңіз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.